Енді ары қарай жалғастырайық, және бірнеше тегтер бар, сол тегтерді тағы да жаттап, олармен танысуды жалғастырамыз деген ойдамын. Естеріңізде болса, мен мына бір аяқ астынан қолыма түскен бір Википедияда осындай Стэн Вавринка деген теннисші туралы мақала түсіп қалды. Енді бұл сәтті ма, соны сәтті түскен сияқты, олай болса ары қарай тегтерді таныстыруға және осы жерге қолдануға кірісеміз. Енді келесі тегтер қандай тег деген сізде сұрақ туындаса, ол тегтердің біріншісі мысалы strong деп аталады. Одан кейін тағы да келесі тегтерге кірсеміз. Енді strong тегі қандай тег деген сұраққа келсеңіз, мен соны сізге көрсетейін. Яғни былай жасайық. Бізде мысалы мына жерде мағлұматтар берілді, және соның ішінде мысалы осы теннисші, яғни биылғы Grand Slam дейді, яғни үлкен шлемнің бірі осы Ролан Гарросты ұтып алды дейік. Міне 2015 French Open'ді ұтып алды дейік. Осыны бізге ерекшелеу керек мәтіннің ішінде, және оны бізге басқа тексттерден, яғни басқа мәтіндерден ерекшеленіп тұруын көрсету керек. Ол үшін біз мысалы мынаны қою түске бояй аламыз, яғни қанық түске бояй аламыз. Сондықтан біз strong тегін қолданып іске асыруға болады. Оны сіздер қазір көргенде одан сайын түсінікті болады деген ойдамын. Мысалы, мына жерге мен қазір осы strong деп аталатын тегті терсем, және ол strong тегін мен мында жабамын. Яғни мына жерге мен алдыңғы слэшті қоюым керек, одан кейін мен сақтау нүктесін басамын, және біздің парақшаны жаңартсам, яғни мына жерде көріп отырсаңыздар, қазір ешқандай өзгеріс жоқ. Енді жаңартқанда қарап отырғандарыңызда 2015 French Open, яғни Франция ашық біріншілігі дейді. Міне сол бізде жарысқа осы Стэн Вавринканың жеңіске жеткенін ерекшелеп қою түске бояп таныстыруға мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ тағы да мысалы кез келген жерде мағлұматты сіз осы strong тегін қолданып, осындай қою қара түске бояуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Мысалы мен мына жерде Рим Мастерс дейді, яғни осы турнирге де қатысты деген сияқты мағлұматтарды берсем, және онда кіммен бірге қатысқаны және кіммен бірге ойнағандығын да берген екен. Мен осы мағлұматты да мысалы ерекшелегім келсе, онда тағы сол strong тегтерін қолданамын, және мен осы парақшаны жаңартсам, осы мағлұматтар менде қазір ерекшеленіп қою қара түске боялады. Енді бірінші тег түсінікті болды деген ойдамын. Мысалы сіздер байқасаңыздар, мына жерде бірінші мағлұматтар міне қою қара түске боянған екен. Бізде осы браузерде көмекке асырылатыны осы жаңағы strong тегінің көмегімен. Енді бұл жерде көбісі сілтеме ретінде көрініп тұр, алайда ол сілтеменің қалай жасалынатынын болашақ сабақтарда танысамыз. Енді екінші мәселе ол бізде италик, яғни I немесе ағылшын тілінде I деп аталатын тег, ол тегті мен сіздерге қазір көрсетемін. Мысалы біз қою қара түске боядық, алайда мысалы осы Стэн Вавринканың қарсыластарын мысалы жазғымыз келсе, онда оны мысалы мына жерде мен қазір көшіріп алайын. Мысалы Роджер Федерер, Рафаэль Надал, тағы Новак Джокович, Энди Мари дейді. Мысалы осы мағлұматты көшіріп алып, осы мағлұматтардың ішінде белгілі бір жеріне осы көшіріп алған мағлұматты енгізейін. Және бұл осы Стэн Вавринканың теннис кортындағы қарсыластары. Мен соларды мысалы ерекшелегім келіп тұр. Бұлақ қою түсте емес, оны мен қисайтып курсив мәтін ретінде бергім келіп тұр. Ол үшін мен жаңа айтып кеткендей I деп аталатын тегті қолданамын, және бұл тегтің мысалы әрине жабу тегі болуы міндетті. Сондықтан мен тағы да I тегін жазамын, және осы файлды сақтаймыз, және біздің браузерді жаңартамыз. Енді мағлұматтар бізде төменде мына жерде пайда болу керек, сондықтан мен қазір жаңарту нүктесін басамын. Енді көріп отыр деген ойдамын, және қарап отырсаңыздар, міне Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, міне қарсыластары осылай қазір ерекшеленіп тұр. Енді мен ол мағлұматты алдында сіздерге таныс тегті, яғни break тегін қолданып, қазір ерекшелеуге мүмкіндігім бар, яғни break тегін жазамын. Енді мына жерде мына бір слэшті қолдануға болады. Бұл негізі ескі нұсқасынан қалған әдет, алайда ол жаңа нұсқаларында негізі ешқандай осы слэшті қоймай-ақ терсеңіз сіздің файлыңыз дұрыс сақталынады. Сондықтан мен қазір тағы да жаңарту нүктесін басамын, және көріп отқандарыңыздай бізде қазір біздің ерекшелеген мәтініміз осы параграфтың ішінен бөлініп шықты. Енді екі тегпен таныс болыңыздар, яғни ол strong және I. Одан кейінгі үшінші тег, мысалы қараңыздар, мына жерде Википедияда осы мағлұматтарды берісу барысында осы тақырыптарды мысалы әр параграфты жеке-жеке бір сызықшамен бөлген екен. Бұл горизонталды
сызық, яғни бөлу сызықшасы, осы сызықшаны қалай қоюға болатынын көрейік. Ол үшін бізге қайтадан осы файлға өзгерістер енгізу керек. Сол файлдардың өзгеріске енгізетін жері, мысалы, қазір бірінші тақырып пен екінші тақырыптың арасын бөлейік. Ол тегтің атауы HR немесе HA деп аталынады, яғни мен қазір теремін. Содан соң оның артына біз жабу тегін қоямыз, яғни бұл жалғыз өзі келетін жабу тегі, яғни жабу тегі, бұған ашу тегі болмайды. Енді HA деп тердім, және осыны сақтаймын, және мен файлды өзгерістерді қарап көрейік. Яғни екі тақырыптың арасында бізде мына жерге бөлу сызықшасы пайда болуы қажет. Сондықтан мен жаңарту нүктесін басамын, және көріп отырғандарыңыздай бізде қазір осы екі мәтінді, екі тақырып параграфтың арасында бізде бөлу тақырыпша, яғни бөлу сызықшасы пайда болды. Бұл жоғарғы тақырыпшамен, яғни бірінші параграф пен екінші параграфтың бір-біріне өте, яғни мүлдем қатысы жоқтығы екендігін білгісе керек. Сондай-ақ енді тағы қандай мағлұматтар қарастыруға болады, яғни коммент, яғни комментті көрсеткім келіп отыр. Мысалы, сіздер, яғни мынандай үлкен файлдармен жұмыс жасағанда, осы сайтқа код жазған кезде сізде кодтарыңыз бірнеше үлкен болады, және сізде жұмыс жасау барысында кейбір мағлұматтарды ескерту ретінде сізге осы жерге қалдырып кетуге болады. Яғни оны браузер оқымайды, және оны сіздің сайтыңызда шығармайды. Мысалы, сіз бірнеше, және айта кететіні, мысалы, осы сайтты жасау барысында бірнеше жұмысшы жұмыс жасағанда, оларға ескертулер тастап кетуге де болады. Ол үшін біз мынандай белгілерді қолданамыз, яғни ол бұрышты жақша немесе үлкен, мынадан үлкен, яғни үлкен, кіші деген математикада белгілер бар, сол белгілер деп қарастырсаңыз болады. Одан кейін қос сызықша, яғни тере десек болады. Одан кейін мына жерге біз қазір комментті жазамыз. Біз мысалы, мен қазақ тілінде қазір жазайын, мына жерде бізде коммент болады деп. Енді көріп отырғандарыңызда мен қазір жаздым, мына жерде бізде коммент болады. Ол болашақ мамандарға сабақ, әрі ескерту. Мысалы, сіздер болашақ мамандарға ескерту тастауларыңыз мүмкін. Мысалы, бір жерде сақ бол, бір жерде қате бар деген сияқты, немесе сіздің кодыңыздың, жазған кодтың қандай мағына беретін. Енді көріп отырсаңыздар, бұл жерде қазір ешқандай өзгертулер болмады. Мен себебі бір белгіні ұмытып тұрмын бұл жерде, және оны әдейі істеп отырмын. Мен қазір мынаны сақтаймын, және біздің парақшаны жаңартамын. Міне, көріп отырсаңыздар, бізде қазір жаңағы енгізілген сөздердің барлығы ол браузерде шықты. Мына жерде бізде коммент болады, ол болашақ мамандарға ескерту деген сияқты. Алайда сіз егерде осы жерге бір белгіні қойсаңыз, онда қарап отырсаңыз, бізде қазір осы Notepad++ бағдарламасы оны ерекшелеп жасыл түске бояғанын көріп отырсыздар. Енді бұл комментке айналды. Бұны браузер оқымауы керек. Сондықтан мен егерде мынаны жаңартсам, қазір бізде жаңағы комментарий жоғалуы керек. Енді оның неге жоғалмағанын түсінбей отырмын, себебі мен сақтамадым деп ойлаймын. Иә, міне сақтау нүктесін басу керек. Одан кейін браузерде қайта жаңартамыз. Енді қарап отырғандарыңызда біздің жаңаға жазған комментарий жоғалды, және оны браузерде біздің сайтқа кірушілерде ешкім көрмейді. Тек осы файлмен жұмыс жасаған біздің әріптестеріміз, немесе біздің басқа да мамандар осы біздің жазған ескертулерімізді оқиды, және соның көмегімен мұнда жазылған мағлұматтардың қандай мағына беретінін, сіздің не айтқыңыз келгенімен танысады. Олай болса, әзірге осы тегтер сізге көмегі тиеді деген ойдамын, және осымен танысыңыз, және болашақта тағы да тегтерді қарастыруға кірісеміз.